Саламатсыздар ма 10-шы сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы экономикалық жағынан дамыған елдер. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты дүниежүзі елдерінің экономикалық даму стратегияларына баға беру, қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде. Бүгінгі сабағымызда өтетін негізгі тірек сөздер: мамандандыру, экономикалық интеграция, жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, экспорт және импорт көлемі. Мамандандыру дегеніміз берілген өндірісте өнім номенклатурасын қысқартуды және оның сериялығын үлкейтуді қамтамасыз ететін өндірісті рационалды ұйымдастыру категориясы. Интеграция дегеніміз латынша integration, қалпына келтіру, толықтыру, integer, тұтас бүтін деген мағынаны білдіреді. Экономикалық субъектілерді бөлу, олардың арасындағы байланыстарды бұзып, өзара ынтымақты іс-қимылын жою. Жалпы ішкі өнім дегеніміз жыл ішінде ел аумағында өндірілген барлық игіліктің көлемі. Жалпы ұлттық өнім дегеніміз бір жыл ішінде экономикадағы өндіріс тауарлары мен қызметтің барлық көлемінің нарықтық құнының жиынтығы. Экспорт дегеніміз тауарды сыртқы нарықтарға жеткізу үшін шетелдерге әкету. Импорт дегеніміз ішкі рынокқа өткізу үшін елге шетелдерден тауарлар әкелу. Экономикалық даму экономиканы өндіріс күштерін, білім беруді, ғылымды, мәдениетті, халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасын, адами капиталдың сапалы әрі құрылымдық жағында өзгерістерін көбейту және кеңейту. Бұл жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім мен адам дамуының индексін қарастырады. Өсу және даму өзара байланысты, бірақ бірінші кезекте экономиканың дамуы оның ұзақ мерзімді өсуінің негізі. Адами капитал мен оның жасайтын жаңалықтары, негізгі түрткі жайттар. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнім. Халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасы, экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, еңбек өнімділігі және экономикалық тиімділіктің басқа көрсеткіштері. Адам басына шаққандағы адам капиталының құны, оның сапасы мен өнімділігі. Дүниежүзілік экономикаға интеграциялау, жемқорлық деңгейі, дүниежүзілік рейтингідегі жетекші орны, қаржылық экономикалық рейтингілері мен дүниежүзілік жетекші рейтингілік агенттіктерінің бағасы, экономиканың салалық құрылымы, шикізат экономикасының үлесі, жан басына шаққандағы негізгі өнімдерді өндіру, шынайы даму көрсеткіші. Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері 2019 жылғы мәлімет бойынша жалпы ішкі өнім ең бірінші орындағы иеленіп отырған Қытай мемлекеті, екінші орында ақш, үшінші орында Үндістан, төртінші орында Жапония, бесінші орында Германия, алтыншы орында Ресей, жетінші орында Ұлыбритания, сегізінші орында Франция, тоғызыншы орында Бразилия, 10-шы орында Италия мемлекеті иеленіп отыр. Жақсы оқушылар, бірінші тапсырма. Берілген деректерді пайдалана отырып, жалпы ішкі өнім көлемі ең жоғарғы елдердің салыстырмалы диаграммасын жасаңыздар. 2018 жылғы мәлімет бойынша. Мына кестеде көріп отырсыздар, 10 мемлекет берілген. Бірінші Қытай, ақш, Үндістан, Жапония, Германия, Ресей, Ұлыбритания, Франция, Италия, Бразилия. Осы бойынша сіздер диаграмма құрастыру керексіздер. Жақсы балалар, тапсырманы бас бармақ тәсілі арқылы бағалаймыз. Барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім. Ел дамуының маңызды көрсеткіштері: білім берудегі адами капитал, медицина, мәдениет, халықтың тұрмыс сапасы және ғылым.
Өңдеуші өнеркәсіп өнімін экспорттауға маманданған елдер экономикаға барынша капитал салымы мен жоғарғы санатты жұмыс күшінің болуын қажет етеді. Мысалы, өздерінің табиғи ресурстары жоқ Бельгия, Нидерланд, Люксембург сияқты аумағы шағын елдер дүниежүзілік саудадағы көшбасшы елдердің қатарына жатады. Олар шикізат пен жартылай фабрикаттарды импорттап, халық кірісі мен экономикаға жоғары табысты қамтамасыз етіп, дайын өнімді экспорттайды. Соңғы 10 жылдықта дамыған елдердің дүниежүзілік саудадағы тауар үлесі 70-75%-ды құрады. Соның ішінде 60%-ға жуығы ең дамыған Солтүстік Америка, Батыс Еуропа мен Жапония елдері арасындағы өзара тауар алмасуға тиесілі. 21 ғасырдың басында дамыған елдерге дүниежүзілік экспорт қызметінің 5-тен 4-і, соның ішінде ақш, Ұлыбритания, Франция, Германия Федеративтік Республикасы, Италияға да тіпті жартысы тиесілі болды. Экономикасы дамыған елдердің экспорттық және импорттық құрылымында өңдеуші өнеркәсіп өнімі автокөліктер мен техника басымдық алады. Екінші тапсырма оқушылар. Терминдер мен тілдік сөздердің атауын тауып, мақсатын сәйкестендіріңдер. Жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, сатып алу қабілеті, экспорт және импорт. Жақсы балалар, тапсырманы жапондық бағалау әдісі арқылы бағалаймыз. Дұрыс, келісемін, толықтырамын, басқа көзқарасым бар, менің сұрағым бар. Жауабы: жалпы ішкі өнім дегеніміз жыл ішінде белгілі бір аумақта өндірілген тауарлар мен көрсетілген қызметтің жалпы құны. Жалпы ұлттық өнім дегеніміз жыл ішінде белгілі бір аумақта шетелдік кәсіпорындарды есептемегенде өндірілген тауарлар мен көрсетілген қызметтің жалпы құны. Сатып алу қабілеті бір елдің ақшалай бірліктерінің санын бірдей тауарлар мен қызметтер жиынтығын алуға болатын басқа елдердің ақшалай бірліктерінің санына қатысты есептеу әдісі. Экспорт: тауарды сыртқа нарықтарға жеткізу үшін шет елдерге әкету. Импорт: ішкі рынокқа өткізу үшін елге шет елдерден тауарлар әкелу. Дүниежүзілік саудадағы Қазақстанның орны. Қазақстанның сыртқы саудасының географиялық құрылымы Европа, Азия, Америка, Африка құрлықтарымен байланысты. Қазақстанның негізгі серіктестері Ресей және Қытай мемлекеті. Қазақстанның сыртқы саудасының негізгі мәселесі экспорттың тиімсіз құрылымы, шикізат сатудағы пайданың төмендігі. Ел экономикасы шикізаттың дүниежүзілік бағасының ауытқуына тәуелді. Дүниежүзілік қаржы және экономикалық дағдарыс мұнай мен металл бағасын құлдыратты. Бұл қазақстандық экспорт көлемі мен жалпы ішкі өнім өсу қарқынын айтарлықтай төмендетіп отыр. Осыған байланысты Қазақстанның сыртқы саудасын дамыту саласындағы стратегиялық маңызды міндет елдің табиғи ресурстар экспортына тәуелділігін азайту. Бұл Қазақстан экономикасының өзіндік құны жоғары болатын дайын өнім шығаратын салаларды дамытуға бағытталған негізгі мәселесі. Экономикалық түрткі жайттарға минералдық шикізат ресурс қорының мол болуы, мұнай, газ, тау-кен металлургия секторлары Қазақстанға 80% инвестиция ағына әкеледі. Тау-кен өнеркәсібі шетелдік инвесторлар үшін ең көп пайда мен өтемділіктің ең қысқа мерзімін қамтамасыз етеді. Еуразиялық экономикалық интеграция дамудың жаңа кезеңіне көшті. Ортақ нарық құру, кедергілер мен шектеулерді алып тастау, сауда, бизнес, инвестиция мен инновация мүмкіндіктерін кеңейту сияқты мәселелер шешілуде.
Өзара сауда-саттықтың өсуі басқа елдерді бірінші кезекте ТМД-ны, Еуразиялық экономикалық одағы мен сауда-экономикалық ынтымақтастықтың тартымдылығын дәлелдеуі тиіс. 40-қа жуық ел еркін сауда аймағы жүйесінде жаңа одақпен сауда-экономикалық қарым-қатынас орнатуға ниет білдірді. Алғаш осындай келісімге 2015 жылдың 29 мамырында Еуразиялық экономикалық одағы мен Вьетнам арасында жасалған болатын. 2015 жылдың 8 мамырда Мәскеуде жарияланған Еуразиялық экономикалық одағының жібек жолы экономикалық белдеуі деген аймақтық интеграцияны дамытудың жаңа перспективалары мен мүмкіндіктері пайда болды. 2015 жылдың қаңтар айында Еуразиялық экономикалық одақтың құрамына Армения, содан кейін Қырғызстан қосылды. Нәтижесінде үштік одақ Қазақстан, Ресей, Беларусь жаңа одағы бестік одаққа айналды. Еуразиялық экономикалық одақ бес құрамы, яғни Қырғызстан, Армения Республикасы, Беларусь, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы жатады. Дүниежүзінің жер көлемі бойынша алғашқы 10 ел ең бірінші орында иеленіп отырған Ресей, Канада, Қытай, ақш, Бразилия, Австралия, Үндістан, Аргентина, Қазақстан және Алжир. Үшінші тапсырма оқушылар. Жалпы ішкі өнім көлемі ең жоғарғы, орташа және төмен елдерді кескін картаға түстерін өзгеше етіп көрсетіңдер. Мысалға, жоғарғы елдерді қызыл түспен, орташа елдерді көк түспен, төмен елдерді жасыл түспен белгілеп шығыңыздар. Тапсырмаға 5 минут уақыт беріледі. Жақсы балалар. Тапсырманы бағдашам әдісі арқылы бағалаймыз. Маған түсінікті, менің сұрағым бар, мен түсінбедім. Қазақстанның экономикалық аудандары 5 экономикалық ауданға бөлінеді. Орталық, солтүстік, шығыс, батыс және оңтүстік. Қазақстанда жалпы 14 облыстан, мәртебелі 3 қаладан тұрады. Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қаласы. Қазақстанның пайдалы қазбаларына келетін болсақ, ең бірінші мұнай туралы. Мұнайдың кен орындары Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда. Оның зерттелген қоры бойынша 45 миллиард тонна. 5,9 триллион текше метр газ қоры. Көмірдің қоры бойынша 200 миллиард тонна. Негізгі кен орындары Қарағанды, кокстелетін көмір. Қостанай, Ақмола, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Шұбаркөл, Павлодар облысы. Кен орындағы көмірдің қоры 2 миллиард тонна. Күлдің көлемі 4,25% құрайды. Темір қоры 8 миллиард тонна. Қазақстан, ТМД және Ресей, Украинадан кейінгі темір бойынша 3-ші орында. Негізгі қоры Қостанай облысындағы Соколов, Сарыбай, Айет және Лисаковск қалаларында. Хром Ақтөбе облысында. ТМД қорында 90% шоғырланған. Дүниежүзілік қорының 60%-ын Жамбыл облысындағы фосфор құрайды. Дүниежүзінде фосфор тыңайтқыштарын өндіруде 2 монополист ел – Қазақстан мен ақш. Қазақстан аумағында техникалық алмаздың 60%, түсті металдың 97%. Күміс қоры ТМД бойынша 60%. Сонымен қатар, дүниежүзілік қордың 40-45%-ын құрайтын уран, МАГАТЭ деректері бойынша бар. Республикада алтын, ванадий, вольфрам, басқа да түсті және сирек кездесетін металдың біршама қоры бар. Аумақта Менделеев кестесіндегі 105 элементті анықталған. Республиканың өнеркәсібі дамушы елдер деңгейінде, бірақ дамыған елдердің жүйесінде өзінің орнын алатын өнеркәсіп салалары бар.
Бұл әскери өнеркәсіптік кешенді өндірістер, Байқоңыр ғарыш айлағы және басқа да салалар. Қазақстанның басты байлығы жер. Жалпы жер көлемі 272 миллион гектар жер. Жер қоры, су қоры, орман қоры, ерекше қорғалатын табиғи қоры, өнеркәсіп, елді мекендер, ауыл шаруашылығына белгіленген жерлер. Сабағымызды қорытындылай келе, алдыңғы қатарлы дамыған елдер санатына қосылу үшін тұрақты экономикалық өсу мен экологиялық тиімді өндірісті қамтамасыз ету, бәсекелестікке төзімді импорт алмастырушы, экспортқа бағытталған, тауар шығаратын өнеркәсіптер құрып, қызмет көрсету саласын мығымдау қажет. Яғни, шаруашылықты әрі қарай дамыту керек. Бүгінгі таңда Қазақстан экономикасы өтпелі кезеңде. Сабағымызды қорытындылай келе, кері байланыс. Чемодан, мясорубка, корзина. Яғни, бүгінгі сабақты қорытындыласақ, сіздердің кері байланыстарын қажет оқушылар. Керек болды, бәрі түсінікті. Түсінікті, әлі сұрақтар бар. Түкке керек емес, түсінбедім. Назарларыңызға рахмет.